Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Дәл қазір біздер тыңдалым айтылымның сабақ үлгісі қалай болу керек, сабақты қалай жоспарлауға болады деген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Жалпы тыңдалым мәтінімен жұмыс кезеңдері өткен дәрістерде айтып өткенімдей 3 кезеңнен тұрады. Ол мәтін алды тапсырма, мәтінмен жұмыс және мәтіннен кейінгі тапсырма. Сондықтан тыңдалым мәтінімен жұмысты бастамас бұрын алдымен тыңдалым материалын таңдап алуымыз керек. Тыңдалым материалын қалай таңдаймыз? Лексикалық тақырыпқа сай, оқу мақсатына сай және оқушының жас ерекшелігіне сай. Тыңдалым материалын таңдап алғаннан кейін сабақты 3 кезеңге бөліп ұйымдастыру қажет болады. Әр кезең оқу мақсатына, сабақ нәтижесін қол жеткізуге мүмкіндік беру керек. Яғни біздің басты бағдарымыз ол оқу мақсаты, ал тапсырмалар сол оқу мақсатын жүзеге асырудың құралы болып табылады. Жалпы атап өткенімдей, тыңдалым мәтінімен жұмыс кезеңі 3 кезеңнен тұрады. Мәтін алды, мәтінмен жұмыс, мәтіннен кейін. Мәтін алды жұмыс кезеңіне тоқталсақ, ең алдымен не істеуіміз керек? Мәтін тақырыбын ашуға бағытталған тапсырма береміз. Мысалы, экология тақырыбы туралы не білесің? Бұл суреттерден қандай ой түюге болады? Бұл мақал мәтелдерден қандай қорытындыға келуге болады деген секілді әртүрлі ой шақыру, миға шабуыл деп айтады, әртүрлі тапсырмаларды беру. Немесе сөздерді алдын ала үйрету. Мысалы, мәтінде кейбір сөздер, тұрақты тіркестер, терминдер оқушыларға түсініксіз болуы мүмкін. Тіпті қазақ тобының өзі де көп сөздердің мағынасын біле бермейді. Сондықтан балаларға лексикалық бірліктермен жұмыс өте қажет. Одан кейін мәтін алды жұмыс кезеңіне мәтін мазмұнын болжауға байланысты сұрақтар да қоюға болады. Қалай ойлайсың, тыңдалатын мәтін не туралы болады? Ол үшін суреттер, сөздер ұсынуға болады. Жалпы мәтін алды жұмыс кезеңі сабақтың сонша бір көп бөлігін қамтымайды. Бұл сабақтың әдетте кіріспе кезеңіне қатысты. Бұл кезеңде тіпті оқу мақсатымен таныстырып, қандай жұмыс ары қарай жүргізіледі, сабақтың соңында не нәрсеге қол жеткізуіміз керек деген сұрақтарға да тоқталып кетуге болады. Келесі мәтінмен жұмыс кезеңі тыңдалым дағдыларын дамытуға арналған тапсырмалардан тұрады. Тыңдалым дағдылары ол қай дағдылар? Оқу мақсатында көрсетілген дағдылар. Алғашқы тапсырмалар айтып өткенімдей жалпы мазмұнын түсінуге бағытталса, кейінгі тапсырмалар нақты ақпаратты бағытталу тиіс. Ол оқу мақсатына байланысты. Мысалы, жанрын анықта, стилін анықта, тілдік құралдарын анықта, немесе астарлы ойды анықта, детальді ақпаратты анықта деген секілді сұрақтардан құралуы мүмкін. Одан кейінгі ең соңғы кезең бұл мәтіннен кейінгі тапсырма. Әдетте мәтіннен кейінгі тапсырма тікелей ұсынылған мәтін мазмұнымен байланысты болады. Яғни мәтінде көтерілген мәселеге, ақпараттарға байланысты талқылау сұрақтары ұсынылады. Енді оқушы тыңдады, қажетті детальдарды, ақпаратты анықтады. Енді ол не ойлайды осы мәтін туралы? Оны үйренген жаңа сөздермен байланыстырып жауап берсе де болады. Жалпы мәтіннен кейінгі тапсырмалар оқушылардың жеке өмірімен байланыста, жалпы қоғамдық өмірмен, жеке өмірмен, жеке тәжірибесімен байланыста берілгені дұрыс. Сонда оқушы тыңдалған материалды шынайы өмірмен байланысын түсінеді. Бұл кезде өз көзқарасын білдіруге, өз ойын білдіруге бағаланатындай болу керек. Бұл кезеңде оқушылардың кері байланыс беруге болады, жасаған жұмыстары бойынша, сабақ бойынша рефлексия жасауға болады, немесе оқу мақсатына қайта оралып, не нәрсе орындадық, не нәрсе дұрыс шықты, дұрыс шықпады, нені түсіндік, түсінбедік деген оқушылармен пікір алмасып, кері байланыс жасап, рефлексия жасауға болады. Бұл мәтіннен кейінгі тапсырма.
немесе жаңағы тыңдалымнан кейін айтылым, оқылым, немесе жазылым, грамматикамен байланыстырып, ары қарай сабақты жалғастыра беруге болады. Егер бұл қос сабақтар болатын болса, парный уроки дейді ғой, қос сабақтар болатын болса. Тыңдалым мәтінімен жұмысты ұйымдастырудың шарттары. Мәтінді тыңдар алдында жұмысты ұйымдастыру, мәтінді тыңдар алдында оқушылар алдымен мәтінге арналған тапсырманы және сұрақтарды оқып талқылап алулары қажет. Яғни бірден балалар мәтінді тыңдаңдар да сұрақтарға жауап беріңдер деп тапсырма беруге болмайды. Балалар алдымен сұрақтарды оқып алайық. Сұрақтар не туралы? Түсінбей отырған сұрақтарың бар ма? Оқушылармен талқылап алғаннан кейін барып, тыңдалым мәтіні қосылады. Нұсқаулық беріледі. Қандай тапсырма? Я, жоқ деп жауап беру керек пе? Жоқ, бұл жабық сұрақ па? Жоқ, әлде ашық сұрақ па? Сұрақтың кілт сөздері қандай? Не нәрсеге назар аудару керек мәтін тыңдау барысында? Осы нәрсе баламен талқыланғаннан кейін бала мәтінден қажетті ақпаратты анықтай алады. Яғни бұл бір жағынан дағды, жаңағы бөлім бойынша бағалау тапсырмасы болсын, әртүрлі емтихан тапсырмалары барысында балалар жаңағы алдымен нұсқаулықты оқып алу керектігіне назар аударатын болады. Сондықтан міндетті түрде тапсырма шарттары нұсқаулықтарын мәтінді тыңдамас бұрын талқылап, оны түсіндіріп алу қажет. Сабақты жоспарлау. Енді қазір сіздерге мен үлгі ұсынамын. Үлгі 7-ші сынып ауа райы және климаттық өзгерістер деп аталатын лексикалық тақырып. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу деп аталады. Дәл осы оқу мақсатқа байланысты сабақ жоспарын, сабақ кезеңдерін талқылап көрейік. Алдымен мәтін алды кезеңі. Оқушыларға ағаюдың суретін немесе әртүрлі климаттық өзгеріске байланысты суреттерді ұсынып, келесі сұрақтар талқылауға болады. Жаһандық жылыну дегеніміз не? Жаһандық жылынудың пайда болу себептері қандай? Жаһандық жылыну адамзат баласы үшін несімен қауіпті? Жаһандық жылыну мәселесін оқушы ретінде қалай шешер едің? Бұл сұрақты топта немесе жұпта оқушылар алдымен талқылап алады. Сіз оған қысқаша уақыт берсеңіз болады. Кейін сынып болып бірге талқылаймыз. Бұл не үшін қажет? Балалар өз арасында сұрақты талқылап алып, мұғалім алдында сұрақтарға жауап беруге дайын болады. Ал бұл және оқушыға ойлануға берілетін уақыт. Оқушылар өзара талқылап алғаннан кейін, сыныппен талқылаған кезде сізге ойын бөлісуге, ойын жинақтап айтуға дайын болады. Бұл тек қана бір мәтін алды тапсырмасының бір түрі ғана. Бұл жерге тағы да басқа тапсырмаларды ұсынуға болады. Бұл мәтінмен байланысты сұрақтар болған соң ұсынып отырмын. Келесі мәтінмен жұмыс. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді тыңдамас бұрын келесі сұрақтарды оқушылармен оқып, әр сұраққа түсініктеме берсеңіз болады. Мысалы, экологиялық кодекс қашан қабылданды? Оқушылар, бұл сұрақтағы кілт сөз экологиялық кодекстің қашан қабылданғаны. Мәтін тыңдаған кезде біз неге назар аударамыз? Жылға, уақытқа. Әлемдік экологияның өзгеруіне не себеп? Мәтінде бірнеше себеп көрсетілуі мүмкін. Кілт сөз экологияның өзгеруі. Әлем ғалымдары неге дабыл қағуда? Кілт сөз ғалымдар. Яғни осыған назар аударамыз. Мұхит деңгейі 7 метрге қандай жағдайда көтеріледі? Бұл да кілт сөз 7 метр. Мұндай жағдайлар орын алғанда қай ел зардап шегеді? Бұл жерде бірнеше елдің аты аталуы мүмкін. Жаһандық жылынудың қандай апаттармен салыстырады? Яғни апат атаулар. Апат деген не, балалар? Балалар айтады, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, тағы да басқа. Осыны түсініп алғаннан кейін, ал енді мәтінді мұқият тыңдаймыз деп, аудионы қосамыз. Сіздерге де аудио қосылады. Аудионы тыңдай отырып, сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Бірінші тарау. 9-шы сабақ.
Кешіріңіздер, қайта тыңдап көрейік. Бірінші тарау. 9-шы сабақ. Мәтінді тыңда. Климаттағы өзгерістер. Ғаламдық жылыну. Қазір бүкіл дүние жүзі бойынша ең талқыланатын тақырыптың бірі. Қазақстандық қоғамның дамуына ауа райының ғаламдық өзгерістері қаншалықты әсер етеді? Елімізде экологиялық мәселелердің бәрін халықаралық стандартқа сәйкестендіру мәселесі де осы ғаламдық климатқа байланысты. Қазақстанда 2011 жылы экологиялық кодекс қабылданды. Сонымен қатар, Киото хаттамасына сәйкес қазірдің өзінде бірқатар жобалар іске асырылды. Мұның бәрі экологияның жақсаруына оң әсер етуші факторлар. Климаттың өзгеруі ядролық қаруды қолдану немесе соғыстар емес. Одан да алапат қауіп. Мұндайда халқымыз жаратқан зілзаладан, топан судан сақтасын дейді. Бірақ осы өзгерістердің ауқымы мен олардың салдары қалай болатынын әлі күнге дейін дәлме-дәл тап басып айту қиын. Температураның өзгеруі бұл жаңалық емес. Осы өзгерістің жылдамдығы қандай болмақ? Міне жаңалық осы. Қазір жер шары бұрынғыға қарағанда 1,1 градусқа жылыған. Егер жер шары 3-4 градусқа қызса, онда апат болатынын мамандар айтып жүр. Шынында да алдағы 100 жылдықта адам баласының салғырттығынан жердегі тіршілік иелерінің жартысы жойылып кетпек пе? Әлемдік экологияның өзгеруіне бірде-бір себеп мұздықтардың еруі. Жер шарының екі полюсі де мұздықтарға оранып жатқанымен, табиғаттың бұл тылсымдағы бұзылуы мүмкін бе? Қазір әлем ғалымдары күннің шамадан тыс қызуы салдарынан полюстік мұздардың тез еріп бара жатқандығын айтумен келеді. Мәселен, Арктиканың мұздықтары еруін жарты ғасыр бұрын бастаған. Жаһандық жылыну бүкіл планетаға ортақ қауіп болғандықтан, дүние жүзі елдерінің ғалымдары жиі бас қосып, осы мәселені шешудің жолдарын қарастыруда. Ең бастысы, мұздықтардың еру процесін тоқтату. Гренландия мұздары еріп кетсе, мұхит деңгейі 7 метрге көтеріледі. Мұндай жағдай орын алғанда, Мальдив сияқты теңіз деңгейінен 1 метрге ғана жоғары орналасқан елдер су астында қалары сөзсіз. Ал Антарктида мен Арктика мұздығы ерсе, мұхит суы 60-70 метрге жоғарылайды. Бұл кезде атом бомбасының зардаптары түкке тұрғысыз болып қалады. Егер осы апат болып жатса, жер бетінің өсімдіктер мен жануарлар әлемі түгелдей өзгеріп, су тасқынынан 3 миллиард адамның өмірі қыл үстінде қалады. Жаһандық жылыну дүние жүзі елдерінің басына төнген қатерлі қауіп. Тыңдап, сұрақтарға жауап берді деп ойлаймын. Оқушыларға осылай аудионы қосып, әр сұрақты кейін талқылатуға болады. Сіз ол кезде не істейсіз? Оқушы мәтінді тыңдап жауап беріп жатырған кезде, сіз сыныпты аралап, оқушылардың осы тапсырманы орындамауын мұқият бақылап қадағалағаныңыз дұрыс. Кейбір оқушылар жай ғана тыңдап отыруы мүмкін. Егер оқушылар бұл сұрақтардың жартысынан көбіне жауап бере алмаса, сіз оны сыныпта бақылаған кезде байқайсыз, онда мәтінді қайта қосып тыңдатуға болады екен. Келесі, дәл мәтінмен жұмыстың екінші сұрағы, бұл сұрақ тікелей біздің жаңағы оқу мақсатымен байланысты, факт және көзқарасты ажырата білу. Оқушылар мәтінді қайта тыңдап, ішіндегі фактілерді ажыратады және көзқарастарды бөліп жазады. Мысалы, факты мұхиттардың 7 метрге көтерілу қауіптігі, немесе Мальдив аралдарының суға кету қауіптігі, ауа райының жылыну, жаңағы температурасының өсуі деген секілді фактілер мен кейбір жаңағы ғалымдардың пікірлері, көзқарастары. Осыны тізімдеп жазады. Неге біз бірден мәтінді тыңдап,
факті мен көзқарасты ажырат деп бермедік. Себебі факті мен көзқарасты ажырату үшін бала мәтін не туралы деген сұраққа жауап беру керек болатын. Сондықтан осы жағдайдағы тапсырмада мәтінмен жұмыстың бірінші тапсырма оқу мақсаты бойынша негізгі дағдыны қалыптастыруға дайындық баспалдақ тапсырмасы ретінде қарауға болады, яғни скаффолдинг тапсырмасы ретінде қарастыруға болады. Келесі мәтіннен кейінгі тапсырма бұл үлгі ретінде ұсынылып отыр сіздерге. Ақпаратты қолдана отырып мәтін бойынша сұхбат сұрақтарын құрастыр. Яғни бұл жазылым немесе айтылым. Берілген кестеге сүйеніп сыныптастарыңнан сұхбат ал. Алдымен сұхбат сұрақтарын құрастырады. Оны 2 адам жүргізсе болады, немесе 1 адам өзі жүргізсе болады. Олар не істейді? Сұхбат берушінің аты жөні, сұрақтың үлгісі, қоғамның дамуына ауа райының ғаламдық өзгерістері қаншалықты әсер етті. Оқушылар не істейді? Тапсырма ұзаққа созылып кетпес үшін кемінде 3 сұрақ құрастырса болады. Бір-бірінен кемінде сыныптың барлығынан сұхбат алып шартты емес, кемінде 3-4 адамнан жауап алып, соған өзі сараптама жасап, қорытынды пікірін ұсынады. Бұны жұппен немесе 2-3 адамнан біріктіріп ұсынуға болады. Бастысы оқушыларға сабақта алған, ғаламдық жылыну туралы алған тақырыпқа өзінің пікірін білдіру және сұхбат жанры туралы, оның ерекшеліктері туралы өзінің білімін қолдану. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл дәрісте сіздерге тыңдалым тапсырмасы бойынша сабақ жоспарын қалай құру керектігі туралы барынша ақпарат берді деп ойлаймын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.